Бүгінгі сабақта қос теңсіздіктің шешімдер жиынын тауып үйренесің. Қос теңсіздік деген не? Қос теңсіздік екі жай теңсіздіктен тұрады. Координаталық сәуледе екі санның қайсысы кіші болса, сол сан сол жаққа қарай, ал қайсысы үлкен болса, сол сан оң жаққа қарай орналасады. Қос теңсіздікті үш санды салыстыру үшін қолданады. 63 саны 45-тен артық, ал 78-ден кем болды. Қос теңсіздіктің шешімдер жиынын қалай табуға болады? Айталық, x 47-ден артық 54-тен кем. Бұл екі теңсіздіктен тұрады. X 47-ден артық және 54-тен кем. Енді осы теңсіздіктердің жеке-жеке шешімдер жиынын тауып көр. Біріншісінде x белгісіздігі 47-ден үлкен. Бұл теңсіздіктің шешімі 48, 49, 50, 51, 52, 53. Бұл теңсіздіктің шешімдері 48-ден бастап шексіздікке дейін кете береді. Екінші теңсіздікте x белгісізі 54-тен кем. Бұл теңсіздіктің шешімі 53, 52, 51, 50, 49, 48. Бұл теңсіздіктің шешімдер жиыны 53 санынан 0-ге дейінгі сандар. Енді екі жиынның қиылысуын табу керек. Яғни екі жиынға да ортақ болатын сандарды тап. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Екі жиынның қиылысуындағы сандар қос теңсіздіктің шешімдер жиыны болады. Қос теңсіздіктің шешімдер жиынын екі теңсіздіктің шешімдер жиынының қиылысуы ретінде сан сәулесінде кескіндеуге болады. Мысалы, y 21-ден артық 31-ден кем теңсіздігінің шешімдер жиыны y 21-ден артық және y 31-ден кем теңсіздіктерінің шешімдерінің қиылысуы болады. Яғни 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сандары.